Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен ананас қосылған салатты дайындаймыз. Салат дайындамас бұрын бұл менің инста парақшам. Инста парақшамды тіркеп қолдау көрсетсеңіздер болады. Бұл жерде де барлық тәттілердің түрлері бар. Бұйырса сіздермен бөлісетін боламын. Бізге салатқа керек заттар мына: консервідегі ананас, кукуруз консервідегі 6 жұмыртқа, 5 алма және майонез керек болады. Ананасты кубиктап тураймыз. Кубиктап турағанда бізге сол кукуруздың көлеміндей болады. 4 бүріштетіп турайтын боламыз. Ананасты турап болғаннан кейін оның үстіне біз жұмыртқаны тураймыз. Жұмыртқаны біз сарысын алып тастап, тек ағын турайтын боламыз. Жұмыртқаны да тура сол ананас ұқсатып тураймыз. 4 бүріштетіп турайтын боламыз бұл жұмыртқаны да. Өте керемет салат болып шығады. Бұл жартылай фруктовый салат десе де болады. Өте дәмді, жеңіл салаттардың бірі. Міне жұмыртқамызды турап дайындап қойдық. Одан кейін алмамызды да тура сол 4 бүрішті есебінде тураймыз. Алма бізде жасыл алма болғаны дұрыс. Себебі жасыл алмалар сулы болып келеді. Салатқа өте керемет болып шығады. Алманы да сол тәріздес етіп тураймыз 4 бүрішті қылып. Алманы да турап болдық. Алманы турағаннан кейін кукурузымызды үстіне салып шығамыз. Мына өздеріңіз көріп отқандай барлығы біркелкі кетіп 4 бүрішті болып шығады. Содан кейін біз үстіне майонезімізді қосамыз. Майонез менде 3 желания. 3 желания майонез барлығына кете береді. Өте әдемі болып шығады. Міне осылай барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Салатымыз осылай жасалып шығады. Міне салатымыз дайын болды. Өздеріңізде жасап көрсеңіздер болады. Достар, айта кетейін, YouTube каналымды толық көріп отырсаңыздар, YouTube каналыма жазылып, рецепттерімді жасап көрсеңіздер болады. Өте әдемі салат болып шығады. Келесі жолы қандай рецепттермен бөліскенімді қаласаңыздар, жаза кетіңіздер. Дайын болған салатымызға құлпынайды турап осылай әдемілеп қойсаңыздар болады. Жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.